Hello. How's it going, everyone? Қалайсыздар, құрметті көрермендерім, шәкірттерім деп айтса да болатын шығар. Менде бәрі жақсы. Бүгін біз 18-ші YouTube'дағы Present Simpleға қатысты practice сабағын бастаймыз. Бұл жерде егерде сіздер осы менің арнама жаңадан қосылып жатсаңыздар, біз алғашқы бір 3-4 сабақта теорияға жүгінген едік, Present Simpleға енді қалған бір 15 шақты соңғы видеоларда біз практикаға көңіл бөліп жатырмыз. Яғни үйренген теориямызға қатысты практиканы сөйлеуді, яғни теориядан кейін сөйлеуді үйреніп жатырмыз. Бұл осы видео сабақтардың мақсаты сол сіздерді ағылшын тілінде сөйлету. Көбімізде осындай проблема болды. Теорияны білеміз, бірақ сөйлей алмаймыз. Бұл басты проблема. Сол осы проблеманы шешу үшін осы видео сабақтарын құрастырған едім. Бұл видео сабақтар жаңадан қосылып жатқан кісілерге айтып кетейін. Қалай әдетте жүреді? Мен сіздерге қазақшасын айтам, сіздер осы сөйлемдердің ағылшыншасын айтуға тырысасыздар. Мысалы мен кепка көк түс деп айтам, кепка көк деймін. Содан кейін 1-2 секунд сіздерге берем. Соны сіз осы аудармасын ағылшынша айтып көресіздер. Қай жердесіздер, сол жерде жүріп, үйде болсаңыздар үйде, түзде болса түзде. Енді адам көп жерде болса, анда дауыстап болмаса да ішіңізден айтып көресіз. Содан кейін 1-2 секундтан кейін мен дұрыс жауабын айтамын. Мысалы, the cap is blue деймін, мысалы жауабы. Кішкене 1-2 секундтан кейін қазақшаны айтқан соң. Сонымен сіз өзіңіздің ағылшын тілінде айтқаныңызды ойлағаныңызды менің айтқан жауабымен салыстырасыз. Сонымен қателеріңізді көресіз. Бұны біз осы практика жүзінде осы сөйлемдерді осылай талқылаймыз. Және бұл видеоны міндетті түрде сіздер осы отырып көрудің қажеті жоқ. Тыңдап бара жатып, мен сіздерге солай ұсынамын, тыңдап бара жатып, жүріп бара жатып, бір жерде жұмыс жасап жатып, кухняда жүріп тамағыңызды жасап жатсаңыз, сондай кезде тыңдап, просто жауап беріп отырсаңыздар болады. Міндетті түрде көрудің қажеті жоқ. Бұл мен осы видеоларды практичный сіздерге ыңғайлы қылып жасағанға тырысып жатырмын. Сол үшін міндетті түрде көрудің қажеті жоқ бұл видеолар. Еш нәрсе жазып жатпаймын да, маңызды. Тек қана осы видеоның соңында сабақ болады, үй тапсырма жазбаша түрде соны жасауға тырысыңыздар. Жарайды, кірісейік. Ең бірінші біз алдында сын есімді де өттік, зат есімдерге де байланыстырып жатырмыз. Тарақ қымбатты қалай айтсақ болады? Тарақ қымбат. Тарақ қымбат. Айтып көріңіздер. Тарақ қымбат. Тарақ қымбат. The brush is expensive. The brush is expensive. Тарақ қымбат. Кейбіреулердің сұрап жатқан шығарсыздар. Не үшін brush пен comb екеуінің айырмашылығы қандай? Себебі екеуде тарақ деген мағынаны білдіреді. Brush әдетте 3D, көп тістері бар. Енінен де, несінен де, кенінен де, соны біз brush дейміз, кәдімгі тарақ осындай. Ал comb деген ол тек қана бір линия болады ғой, тістер, соны біз comb дейміз. Біліп жүріңіздер. Түсіндіре алдым ба? Тарақ қымбат емес. Тарақ қымбат емес. Айтып көріңіздер, тарақ қымбат емес. Тарақ қымбат емес. Don't-ты қолданбаймыз, doesn't-ты қолданбаймыз. Себебі бұл әрекет жоқ сөйлемдер. Әрекет жоқ дегенді білмесеңіздер, онда бастапқы 3-ші ме 4-ші сабақтағы мен осы видеоның соңында ссылкасын сол теорияға қосып жіберем, соны көріңіздер, егер теорияны түсінбей жатсаңыздар. The brush is not expensive. The brush is not expensive. The brush is not expensive. Келесі, ол қымбат. Ол қымбат. Ол қымбат. Яғни тарақ. Тарақ қымбат, тарақтың орнына олды қолданып жатырмыз. Ол қымбат. It is expensive. It is expensive.
Ол қымбат емес, айтып көрдіңіздер. Ол қымбат емес. Ол қымбат емес. Айтып көрдіңіздер. Ол қымбат емес. It is not expensive. It is not expensive. It is not expensive. It is not expensive. It is not. Планшет және телефон жаңа. Планшет және телефон жаңа. Планшет және телефон жаңа. The tablet and the phone are new. The tablet деген бізде планшет. The tablet and the phone are new. Планшет және телефон жаңа. Yeah? The tablet and the phone are new. Олар жаңа, олар. Яғни екі нәрсе болған соң оларды қолданамыз. Оларды тек қана адамдарға емес, заттарға да қолдансақ болады. Олар жаңа. They are new. They are new. They are new. Олар жаңа емес. Олар жаңа емес. Айтып көріңіздер. Ағылшыншасын. Олар жаңа емес. They are not new. They are not new. They are not new, Келесі сөйлеміз. Менің көзілдірігім қоңыр. Қоңыр түс. Осы туралы жазған. Менің қоңыр түс. Түс деп айтудың қажет жоқ. Сіздерге айтып просто, Сонда менің көзілдірігім қоңыр. My glasses are new. Are brown. My glasses are brown. Айтып көріңіздер, дауыстап. My glasses are brown. My glasses are brown. My glasses are brown. Олар қоңыр. Қараңыздар, бұл очки ғой, көзілдірік. Біреу болса да, әрқашанда S жүреді. S. Glass демейміз, glasses әрқашанда. Не үшін? Себебі бір, екі жағы бар, Мысалы, шал бар. Бір жағы бар, екінші жағы бар. Сол үшін сонда екі жағы бар нәрселерге әдетте бірге жүреді, бөлінбейді. Оларға біз әрқашанда are-ды қолданамыз. Are-ды қолданған соң they-ді қолданамыз. Сонда олар қоңыр. It is болмайды бұл жерде. Көзілдірікке қатысты they are болады. They are brown. They are brown. Олар қоңыр. Олар қоңыр емес. Олар қоңыр емес. Айтып көріңіздер. They are not brown. They are not brown. They are not brown. They are not brown. Сағат, қол сағаты яғни, міне, қол сағаты. Қол сағаты ауыр. Қол сағаты ауыр. Қол сағаты ауыр. The қол сағаты ауыр. Айтып көріңіздер. The watch is heavy. The watch is heavy. Heavy-ді, ауырды әдетте шатасып heavy деп жатады. Бұл жиі кездесетін айтылудағы қате. Heavy-ді heavy деп айтады. Heavy. Heavy бұл дұрыс емес. Жарай ма? Дұрыс емес. Ал дұрысы heavy. Heavy. Және екпін бірінші буынға түседі. Heavy-ға. He-ға. Heavy. Дұрыс айтайық сонда. The watch is heavy. Қол сағаты қымбат. Қол сағаты қымбат. Келесі сөйлеміміз. Қол сағаты, ол кешіңіздер, қымбат деп жатырмын ғой, ауыр. Қымбат басқа нәрсені ойлап жатыр. Ауыр, ауыр, heavy, ауыр, ауыр, heavy, ауыр, қайтын айтайын, шатасып кеттім. Келесі, сонда ол ауыр деген қалай болады? It is heavy. It is heavy. It is heavy. Ол ауыр. It is heavy. Жаңағы сағат тұр.
Ол ауыр емес, айтып көріңіз. Еместі қалай? Not дегенмен кішкене көмектесейін сіздерге. Not қой, иә? Сонда ол ауыр емес. It is not heavy. Ол ауыр емес. Ол ауыр емес. It is not heavy. Айтып көріңіз. It is not heavy. Сөмке ескі. Сөмке ескі. Сөмке ескі. The bag is old. The bag is old. Сөмке ескі. Сөмке ескі емес. Емес. Not, yeah? The bag is not old. The bag is not old. The bag is not old. Сөмке ескі емес. Ол ескі. Ол ескі. Яғни ол затқа қатысты, иә? Ол ескі. Сөмке мысалы. It is old. It is old. It is old. It is old. Көрдіңіз бе? Тез айтқанда it is болып кетеді. It is. Р сияқты дауыс пайда болады. It is. It is old. It is old. Ол ескі емес. It is not old. Мен сіздерге жауабын айтып қойдым ба? It is not old. Ол ескі емес. Сүйрет қара ақ. Түске қатысты бар. Сүйрет қара ақ. Сүйрет қара ақ. Түс болып тұр енді. Сүйреттің түсі қара ақ. Бірақ мен олай айтсам, басқаша кішкене ағылшыншасы болады, иә? Ал бұл жерде мен сіздерге енді ағылшын тілінде, қазақша дұрыс айтылмаса да, ағылшын тілінде солай айтамыз. Соған қатысты ұқсасын айтып тұрмын қазақша тіліндегі. Олай айтылмаса да. Сонда сүйрет қара ақ. Бұл жерде сіздер маңызды етістікті қай жерге қоятыныңызды білулеріңіз керек. Және қандай етістік? Сонда сүйрет қара ақ болса, the photo is black and white. The photo is black and white. Қайталаңыздар. The photo is black and white. The photo is black and white. Yeah? The photo is black and white. The photo is black and white. Ол қара ақ. Яғни сурет жаңағы. Ол қара ақ. Ол қара ақ. Айтып көріңіздер, ол қара ақ. Суретке қатысты болса, бір сурет. It is black and white. It is black and white. It is black and white. Ол қара ақ, иә? Қараңыздар. Осылай жазсам ше. Алдында да көп рет айттым, бұл дұрыс па, дұрыс емес па? Қараңыздар. It is a black and white деп жатыр. Бұл қате. Себебі article A тек сын есіммен қолданбайды. Сол үшін article A тек қана зат есім, бір зат есім санай алатын болмаса, бір санай алатын зат есім, соның алдында сын есім тұрса, сол кезде қолдануға болады. Ал тек сын есім ретінде article A мен N-ді қолданбаймыз. Осыны есте сақтаңыздар. Жазып алыңыздар білмесеңіздер. Байқасаңыздар, мен бір нәрсені қайталай беремін. Не үшін? Себебі сол заттар сіздерде қате болса, сіздің ағылшын тіліңіз онша дамымайды. Сол үшін ең фундаментальный, ең маңызды нәрселерді білулеріңіз керек, және соларды қателеспеуіміз керек. Соны терең ойланбастан айта алатындай болуларымыз керек. Келесі. Портмоне кішкентай, яғни портмоне ер адамның. Кішкентай портмонесі ер адамдарға. Әйел адамдық емес. Айтып көріңіздер, портмоне кішкентай. Портмоне кішкентай. Су ішіп алайық. Аузым кеуіп кетті кішкене. Портмоне кішкентай. Кім портмонені біледі? Өздеріңізді артыңызда жотаңыздан ұрып қойыңыздар білген үшін. Егерде біліп жатсаңыз. The
wallet. Wallet дейміз, иә? Портмоне wallet. The wallet is small. Кішкентай. The wallet is small. Ол кішкентай. Қайтадан тағы бір рет айтыңыздар. The wallet is small. The wallet is small. Yeah? Is'ді з-мен айтылады. С-мен емес. Is істемейміз. Is дейміз. З.